Қайтамын ғанаң ей, атадан ғана қалған мұрасты. Жаңырып заман ей, жаңымын баба салтын улантты. Намысын биік сақтаған ел, табышын ұғып тыңдап жүректе. Қадырын тұйып арықтанам ей, қайратынан жанбаған, қалың елді барықтаған. Егемендікті еншілеп өмірін берген бізген қаншадам ей. Ташта eze қалған қырғызымның бірін кеттің ауылысқа, бірін жетті жылдызға, бірін жарап намысқа, бір-біріңді аңғалашпа. Арнаған ғанаң ей, жеріме чында өшпесем кекті. Батырлар ғанаң ей, байырдан құрып тышты елдешті. Намысын биік сақтаған ел, дұғышын ұғып жүректі. Қадырын тұйып барықтанам ей, қайратынан жанбаған, қалың елді барықтаған. Егемендікті еншілеп өмірін берген бізген қаншадам ей. Ташта eze қалған қырғызымның бірін кеттің ауылысқа, бірін кетті жылдызға, бірін жарап намысқа, бір-біріңді аңғалашпа. Қайтамын ғанаң ей, атадан ғана қалған мұрасты. Жаңырып заман ей, жаңымын баба салтын улантты.
Намысын бийик сактаган эл добушун угуп тыңдап жүрөккө кадырын туюп барктанам кайратынан жанбаган калың элди барктаган эгемендикти энчилең өмүрүн берген бизге канчадан Taşta izi kalgan kırgızımdın Birrin gettin avlısqa Birrin jetti cıldızqa Birrin jarrap namızqa Bir-birinden kalışma Arnağan kanan ey Jerim içinde öçmüş semgekti Batırlar kanan ey Bayırdan vurup düştü eldeşti Namısın büyük saktagan el Dövüşünü kutludan yürekte Kadırın duyup barktanım ey Taşta izi kalgan kırgızımdın Birrin gettin avlısqa Birrin getti cıldızqa Birrin jarrap namızqa Bir-birinden kalışma Көчмөндөр оюну талаш сериясында өтүп жатат. Аябай кызыктуу болду. Алланын буйругу экен. Биринчи орун насип кылып туруп, экинчи орун болуп калдык. Ошо бул турнирде деле ошо ушул 60-кыларында деле мисалы 300-400 баланын арасынан тандалып келген балбандар, биякта оңой балбандар эмес. Ошо райондон келди, райондон кийин областка келишти. Областтын отбору болуп бияка келди. Ошо биякта күчтүүлөр келди баары. Алланын буйругу менен экинчи орун болдук. Шүгүр дейбиз буга да. Биринчи финалга чыккан соперниктер менен качай өзгөргенсиз. Финалга чыккан бир жолу утулуп калган мурда да. Ушул азырда утулуп калдык. Оор болду кайсы турнир албетте оор болот. Жеңиш жөнүнө келе бербейт. Экинчи ошо үчүнчү беттешинде полуфиналда ошо бир аз колубуздан жаракат алып калдым. Жаракат деле шөтө эмес. Ошо ошол оюнду уюштуруучу ошо баардык спорт кыйындарына чоң рахмат. Акталага, Нарынга, Нарындын намысын коруп келгенге дагы ошо өзүбүзгө да бул чоң жоопкерчилик. Тилекке каршы ушундай болуп калды. Буга шүгүр, Алла ыраазы болсун баарына.